баршаңызға қалайсыздар? Бізде бүгін эфир, қойылым болады, соған керек заттарымызды алып алып, эфирға барып жатырмыз. Мында Абзал. Хай. Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Көптен бері айтып жүрсіздер ғой, мен дөрекі деп. Соны негізі Абзалдың өзіне. Абзал брат, ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Қалай жандос, жақсысың ба? Жақсы, мияқта мен оқырмандардың барлығы сен Абзалдың мінезі сияқты дөрекісің дейді да, соған не айтасың? Жігіт деген дөрекі болу керек, өзінікін жібермеу керек, намысты болу керек. Ол енді қой сияқты бүйтіп жуас болып жүрген балдарды бәрі басынан секіреді ғой, шыны керек. Сол үшін де өзінікін жібермей дөрекі болу керек. Дөрекі. Бәрекелді. Рахмет, брат. Ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Ал, қайырлы күн. Күні ертең қозы көрпеш, баян сұлу күні. Менің қасымда менің қызым отыр. Қызым дегенде туған қызым. Не үшін өйтіп айтып отқанымды сосын эфирді көрсеңіздер түсінесіздер. Иә? Өзі тұрмысқа шығғанда беті толықсып кәдімгідей әдем болып жүреді. Қалайсыздар достар? Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай образдамыз. Не үшін бұндай, оны тікелей эфирде көріңіз. Қазір бізде дайындық болып жатыр. Бір көрініс болады. Так что эфирді жіберіп алмаңыздар. Ол көрініске қатысады десеңіздер, қазір сіздерге көрсетемін. Достар, бұл көріністердің барлығы не үшін десеңіздер, 14 февраль емес, 15 апрель қозы көрпеш баян сұлу махаббат күніне арналған бүгін сондай қойылымдар болады. Досан, сен қай қойылымға қатысайын деп жатсың? Ол жасырын, оны айтпай қойайын. Эфирде көреді, иә, барлығы? 14:30-да, так что жіберіп алмаңыздар. Досан, жалпы қалай қатысушы болған оңай ма екен, қиын, ұнап жатыр ма өзіңе, көңілінен шығып жатыр ма? Бұлай ұнап, көңілінен шығып жатыр, енді кішкене қысылып, онша сөйлей алмай жатырмыз. Барлық қатысушылар жылы қарсы алып, бәрі дұрыс болып жатыр ма? Жақсы, бәрі жылы қарсы алып, ризамын. Келіп ортаға сразу сезіп кеттім. Өте позитивный, жақсы ортада жүрмін. Рахмет. Красавчик. Жақсы. Все, так что достар, жіберіп алмаңыздар, бүгінгі эфирді обязательно көріңіздер. Рахмет.